табысты мектептің мәдениетін, жалпы табысты мектеп дегенді қалай түсінеміз, табысты мектепті қалай қалыптастырамыз, шағын ғана коучингімізде өзіміз әр рөлге ене отырып, ұстаз, әкімшілік, оқушы, ата-ана ретінде біз өзіміздің табысты мектебіміздің моделін шығарайық. Білім мен тәрбиені қатар алуды жөн көріп отырмыз. Ең бірінші тәрбие мектептен емес, ата-анадан беріледі. Сіз оқушы болмайды ғой, бірақ оқушы келсе де ұстаздың басты қасиеті дұрыс адам болуға тәрбиелеу ғой.